Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге балқаймақ арнасы. Біз бүгін керемет тиімді болып шығатын осындай маргарин және магазинный мед қосылатын бюджетный медовик дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға маргаринімізді және балымызды осылай салып алатын боламыз. 2 ас қасық балымызды салып алғаннан кейін үстіне баяу отқа қойып ертеміз. Баяу отқа қойып ертіп алғаннан кейін үстіне 1,5 қасық ас содасын құйып осылай әбден көпіршітіп алатын боламыз. Біздің алғашқы медовый тортымыздың құрамы дайын. Осыны әбден ертіп қызыл түске енгенше осылай көпіртіп алатын боламыз. Медовый тортты 2-ның бірі жасайтыны белгілі. Әркімнің әртүрлі әдісі бар. Мен өзім осындай әдісіммен сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Осылай ертіп алғаннан кейін енді оны суытуға қойып және 4 жұмыртқамызды бөлек ыдысқа араластырып аламыз және де шекерімізді салып әбден араластырып аламыз. Шекер ерігенше. Шекері еріп осылай араластырып алғаннан кейін суып тұрған жаңағы маргаринімізді, балымыз араласқан консистенцияны жұмыртқаның үстіне құятын боламыз. Осылай араластырып алғаннан кейін әдемілеп енді жайменде отырып електен өткізілген ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды сала отырып әдемі жұмсақ эластичный тесто дайындайтын боламыз. Бұл медовик қай уақытта да дастарханның сәні болған және ешқашанда сәннен қалмаған торттың бірі. Бұны балалар да, үлкен де бәрі де сүйіп жейтін торт, сондықтан әркімнің істеу әдісі әртүрлі. Барлық құрамын описанияға қалдырып кететін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей осындай біздің қамырымыз әдемі жұмсақ эластичный болды. Бұл медовикке қанша ұн салсаң да ол қамыры көтере береді және әрі жұмсақ болып әдемі болып пісетін болады. Мінекей осылай күлшелерге бөліп алғаннан кейін қамырымызды әдемілеп енді жұқалап жайып шығатын боламыз. Пергамент қағазын төсеп отырып бір әдемілеп жайсаңыздар да болады. Ұн сеуіп отырсаңыз да дымда алмайды, әдемі болып қайта наныңыз созылыңқырап керемет болып жайыла береді. Егер менің осы видеом ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей осылай нанымызды жайып алғаннан кейін мен осындай табаның көмегімен бәрі біркелкі шығу үшін осылай өлшеп алатын боламын. Өлшеп алғаннан кейін табамызға салып, қызып тұрған пешімізде пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің корждарымыз осылай жұмсақ болып 2-3 минуттың ішінде пісіп шығады. Сондықтан абайлап қарап тұрсаңыздар болады. Корждарымыз дайын болғаннан кейін оны біртіндеп жинайтын боламыз. Ал айналасынан түскен қиындыларды блендердің көмегімен ұнтатып алатын боламыз. Енді біз коржымыздың арасына жағатын кремімізге кірісетін боламыз. Ол үшін мен осындай 3 желанияның пампушка майын алдым. Әрине бұл да арзандау, дегенмен де бұдан да жасалған кремдер жақсы болып шығады. Және 3 желанияның сгущенныйын қостым. Осылай осы кремімізді енді миксердің көмегімен араластырып аламыз. Креміміз дайын. Енді ұнтақтап корждың қиындыларын блендердің көмегімен ұнтақтап алғаннан кейін корждарымызды жинауға кірісеміз. Мінекей біздің ұнтағымыз дайын. Енді корждарымызды осылай кремді жаға отырып біртіндеп салып арасын тортымызды жинап шығатын боламыз.
менің видеомның техникалық ақауларға байланысты жиналған түспей қалған, дегенмен де тортты барынша арасына кремін жаға отырып үстеп жинап алатын боламыз. Мінекей біздің креміміз дайын. Айналасына ұнтақтарын сеуіп, әдемілеп әсемдеп алдық. Балаларыңызға пісіріп берсеңіздер де немесе шай ішуге пісірсеңіздер де өте тиімді, бюджетный медовик осындай болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.